Үздіксіз төгіліп жатқан лаваның қасында мән берілмейтін кішкентай бір күміс бейне бар. Бұл ондаған мың адамның өмірін сақтап қалған бейне. Олар адамдардан аулақ болу үшін жанартауға өмірлік махаббаттарын берді. Ал адамдарды қорғау үшін олар сол жанартауларда жерленді. Бұл бір жұп әрбір адамзатының есінде сақталуы керек. Вулканологтар, әйелінің аты Катя, ал күйеуінің аты Марис. Олар қайтыс болғаннан кейін көп жылдар өткеннен соң жас режиссер жердің тиегін табу үшін олардың шаң басқан видеоларын байқаусызда ашады. Оның көз алдынан жердің қаны мен жүрегінің лүпілі баяу ағылды. Лава оның көз алдынан секіріп, қайнаған судың дыбысын шығарды. Бұл ғажайып лавадан жер жайлап өсті. Қарапайым адамдардың мұндай көріністі көруі мүмкін емес. Өйткені жанартаулар адамдар өмір сүруден қорқатын аймақ. Бірақ суреттегі екі адамға қараңдаршы. Катя мен Морис лава ағынның жағасында жүр. Өздеріне таныс саябағындағы екі бала сияқты. Олар лаваны аяқтарымен басып ойнап, лаваның бір бөлігін қолдары күйгенше ұстап, тіпті жұмыртқаны лаваға қуырып көрді. Бұның бәрі олар түсірген видеолары еді. Бұл суреттерде олар өз өмірлерімен әлемге, жанартаудың өмірімен салыстырғанда адамның өмірі көзқағым сәттей қысқа екенін айтып тұрғандай. Неліктен ол сонша батыл болды деген сұраққа Морис былай жауап берді. Өйткені бұл қызыл жанартаулар, ал қызыл жанартаулардан өлу қиын. Бұл өзен сияқты, аңғарлары мен ағынның бағыттары бар. Магма температурасы 1200 градусқа дейін жоғары болғанымен, оның қайда бара жатқанын білсеңіз, сізге зиян тигізбейді. Нағыз қауіптісі, бұл күтпеген табиғаттың салдарынан кенеттен атқылаған күл жанартауы. Күлді жанартаулар тас қоқымын атқылап, күл ағып, цунами мен жер сілкіністерін тудырады. Су тасқыны мен лай көшкіні сансыз адамдардың өмірін қиды. Көп жылдар бұрын Катя мен Марис екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі Францияның Эльзас қаласында дүниеге келіп, соғыстан кейінгі кезеңнің қирандыларында өсті. Бұл бейберекеттік пен қайта құру дәуірі еді. Қырғи қабақ соғыс кезінде Америка құрама штаттары Вьетнамға 2 бомба тастады. Ал шығыс пен батыс қару-жарақпен өшпенділік жасау үшін қарбалас. Мұндай ортада Катя мен Морис біртүрлі абсурдтықты сезініп, бірте-бірте адам табиғатынан шаршады. Себебі ғылым алдында бұлар тым жалғышты еді. Сондықтан олар адам қоғамынан аулақ болып, жанартау мен жердің импульсін зерттеді. Олар бір-бірімен кездескенше жалғыз болды. Екеуі де қалаларды ұнатпайды, бірақ қараңғы түнде аққан лаваға ғашық болған. Жанартауды көргенде өздерін бақытты, бірақ жалғыздықты сезінді. Жалғыздығы бұл қуанышқа ортақтасатын ешкім болмағандықтан. Кейінірек олар байланысты мамандықтарды, география мен химияны таңдады. Өмір кезең-кезеңмен жалғасып, оқуын бітіріп, жұмыс істеп, үйленіп, балалы болып, жанартау әкелген қуанышын жасыру керек деп ойлаған. Алайда бір күні екеуі дәмханада кездесіп қалады. Бір-бірінің мұндай жалғыздықты шынымен түсінетініне таң қалады. Олар кафе жабылып, сыртта жаңбыр жауа бастағанша сөйлесті. Бұдан кейін екеуі ешқашан ажырамады. Содан бері олардың әлемі өзгеріп, бұрын қол жетпеген жанартау қолжетімді болды. Олар жанартаулардан зерттеу үлгілерін жинау үшін бүкіл әлемді аралап армандаған вулканологы болды. Ақшасы таусылғанда ғана оралып, шоуға қатысып, фотоларын сатып, ғылыми зерттеулерге біраз қаражат жинағаннан кейін қайта кетеді. Олардың бір көлігі жоғары температурадан 27 рет істен шығып, ақырында соғылып бітті. Морис қайнаған суға құлаған, бірақ олар ешқашан бас тартуды ойлаған емес. Адам ізі батпаған, тіпті ит тұмсығы кірмейтін жерде жүрсе де, бірте-бірте бір топ дос жарандар топтасты. Жалынның шетіне қайта-қайта асығатыны да дәл осы махаббаттан. Олар енді өздерін жалғыз сезінбейді. Өйткені жанартауларда болу олар үшін мәңгілік махаббат пен балайында болған іспетті. Күндіз-түні бір-бірін серік еткен мұндай бақытты тек солар ғана түсінеді. Олар балалы болмай, өмірлерін жанартаулардың тылсым құпияларына арнауды ұйғарды. Олар қысқа өмірден кейін адам топыраққа қайта оралады деп сенді. Бірақ егер сіз тек бұл өмірді ойласаңыз, ол жалығышты. Сондықтан олар үнемі өздеріне мен артта не қалдыра аламын деген сұрақ қояды. 1980 жылы 18 мамырда ақштағы Сент-Хеленс тауы кенеттен атқылайды. Вулканның атқылау бағанасы 24400 биіктікке жетті. Тау құлаған көлемі 2,8 текше километр, яғни қазір көріп отырған үлкен шұңқырды құрайды. Табиғи апаттан 57 адам қаза тапты. Оның ішінде Мористің досы, вулканолог Дэвид Джонстон бар. Ол сол кезде жанартаудан 10 шақырым жерде болған. Ол жанартаудың атқылайтынын білді. Ол өлім аймағының ені 7-8 шақырым ғана болады деп ойлады. Бірақ ақырында 30 шақырымға жетеді деп ойлаған жоқ. Осы күнге дейін Дэвидтің сүйектері табылмады. Ал Морис пен Катя оның балқыған бейнетаспасын ғана таба алды. Иә, олар осында келіп, 3 ай бойы күлде өмір сүрді. Содан бері олар өмірлерін күл жанартауын зерттеуге арнады. Бұл жанартау түрі қатерлі. Сол кезде әлемде 350 вулканолог болса, күлді жанартауларды тек 50 ғана зерттеген. Морис бір айтқанда, жанартауда адамдардан алыс болғандықтан, біз адамдарды тіпті де жақсы көреміз деген.
Олардың түсірілімдеріне бірте-бірте жанартаулар ғана емес, жанартау күліне көмілген адам ауылдары мен әртүрлі жануарлардың қалдықтары да кірді. Жанартаулардың жанында тұратын адамдар, жердегі саңлаулармен ойнайтын балалар, тері күтімі үшін жанартаулық заттарды қолданатын қыздар, үйін қалпына келтіріп жатқан қарт, тыныштық тілеп жатқан әйел және әр адамның бояуы, қайталанбас бояуы. Олар жас кезінде шоуда жанартауларды бөлуге наразылық білдірді. Енді олар әр этнос пен аймақтың адамдарын бөлмейді. Бір шағын оқиғаны айтып берді. Индонезияда небәрі 52 жыл бұрын пайда болған шағын жанартау бар. Ол көп жылдар бұрын атқылағанда үлкен цунами тудырды. 30 мыңнан астам адамды жұтып, қалың жанартау күлі дүние жүзіне тараған. Сол жылғы күннің батуы соншалық, оны әлемнің көптеген суретшілері көріп, жазып алған. Норвегиялық суретші осы керемет күннің батуы кезінде айқай деп аталатын туындыны жасады. Екеуі тіпті де шұғыл ақпарат жинап, бейне түсіру үшін жұмыс істеді. Олар өмірлерін қатерге тігіп мына жылдам, ыстық, қауіпті түтінді түсірген. Бұл пирокластикалық ағын, газ бен қоқыстардың бірігуі, жылдамдығы сағатына 200 шақырымға, ал температурасы 800 градусқа жетуі мүмкін. Ішінде қалсаң болды, біттің деген сөз. Зерттеу барысында олар бірте-бірте жердің жүрек соғысын сезінеді және жарылыс контекстін болжай алатын болды. Көптеген күл жанартаулары атқылау алдында олар жергілікті үкіметтерге шұғыл түрде хабарласып, оларға адамдарды тез эвакуациялауды ескертеді. Олар өмірлерінің де кері санаққа кіргенін түсінетін сияқты. Сондықтан олар әрқашан соңғы сөздерін суреттерде қалдырады. 91 жылы 3 маусымда жанартауды махаббат еткен екеуі де қаза тапты. Бұл Жапониядағы күлді жанартау. Ол 200 жыл бойы тыныштықта болған Унзендаке жанартауы. Оларды пирокластикалық ағындар алып кеткен кезде, Тынық мұхитының арғы жағындағы билік олардың ескертулеріне жауап ретінде Филиппиндегі Пинатубо тауы маңындағы тұрғындарды эвакуациялап жатыр. Жанартау 10 күннен кейін атқылап, 58 мың эвакуацияланған адам аман қалды. Ал Жапониядағы Унзендаке маңында Катя мен Моррис із-түзсіз жоғалып кетті. Оқиға орнында тек камера мен сағат қалған. Олардың бейіті кейін табылды. Қазір олардың күлі Унзендаке маңындағы ғибадатханаға қойылған. Айтуларынша, жанартау қоқыстары шарпыған жерде, жер бетінде бір жұп адамның ізі қалған. Бұл дүниені тастап бара жатқанда Катя мен Моррис бір-бірінің қасында болды дегенді әлемге хабарлағандай.